Парасаттылық дегеніміз адам бойында табылатын қасиеттер жиынтығы деп есептеймін. Парасатты адамның бойында табылатын қасиеттер ол адамгершілік, ақыл-ой, парасаттылық деген ішіндегі пайымдылық, ой шешімі, ой ұшқырлығы, шешім қабылдау және де мейірімділігі, соның барлығы. Парасатты болу бүгінгі таңда оңай деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда барлық ресурстар, технологиялар, барлық білім, кітаптардың барлығы адамның қолында қаласа тез табылатын дүние деп ойлаймын. Сол себепті білім сіңіру бізге өте жеңіл қазір. Егер білімге ұмтылып, адам сана сезімі жоғарылатам десе, барлығы өз қолында. Өнер жолында парасаттылық деген ең алдымен. Өнер адамы жалпы парасатты болуға тырысу керек және болу керек деп ойлаймын. Бойындағы бар қасиетін шәкірттеріне болсын, сахнада тұрып халыққа сөйтіп жеткізген кездегі өзінің барлық парасаттылығы, мәдениеті тұла бойынан көрініп тұру керек. Қазіргі таңда 100% көрсеткішпен есептегенде әдепті болу сәнділігі 30% шығар мүмкін. Сондай деп есептеймін. Ал кезінде СССР кезінде 80-70 жылдары ол жоғары популяризированный болғандықтан ба, адамдар өте мәдениетті, сондай керек бір-біріне деген адамгершілігі, мейірімі 80-90% болды. Қазіргі көрсеткішпен өте жоғары. Қазір сол 30% шеңберде ғана тұр. Адалдық дегеннің түрлері көп. Оның біріншісі, ең бастысы отанға деген адалдық, отбасындағы жарыңа деген адалдық, өзіңнің сөзіңе деген адалдық, мақсат қоя біліп, оған жете білу, ол да адалдық деп ойлаймын. Әр адамның жолында әртүрлі кезеңдерде қиындықтар күтіп тұрады әрқашанда. Сол қиындықтарға төтеп беру үшін өз ісіне, өзінің армандарына, өзінің өмірлік жолына адал болу керек деп ойлаймын. Басында не нәрсе болсын, адам өмірінде еліктеушіліктен басталады. Сол студент кездерде, мектеп кездерімізде еліктейтін адамдардың толы адам, тұлға, сол Сәкен Майғазиев деп есептеймін өзім. Сол кісіге еліктеп, ол кісінің манерасын, харизмасын бойға сіңіріп, Музарт тобының әндерінен, өнерінен, шығармашылығынан өзіме бір белгілі білім алып, сахналық мәдениеттен хабар алып, сөйтіп жүрген кездерім болса, ал қазіргі таңда ол әр адамның бойынан мен жақсы қасиеттерді іздей отыра, парасаттылық, білімділік, бір белгілі бір бәйгеде озып шығып, өзінің алдыда сөзінің шешендігімен өзін көрсете білген адамдардан парасаттылық іздеймін бойларынан. Соның бірі өзімнің әріптесім, Жанболат Шәріп деген ағамыз. Сол кісінің бойындағы табылатын қасиеттер маған өте жүрегіме ыстық болып табылады, және де сол кісінің бойындағы көп қасиеттерін мен парасаттылыққа балаймын, және де өзіме өнеге үлгі тұтамын. Өзім шәкірттерім болғанда енді өнердегі бауырларымыз, өнерде жүрген соларға мысалы өте мейіріммен барлығын сезіп тұрады ғой, адам жүрегі дірілдеп сөйтіп өнерге келген кезде өте сондай бір таза кіршіксіз сезіммен келеді. Сондықтан да ол сол бауырларымызға осылай мейіріммен қарап, сол дұрыс жолға түзеп, осындай ағалық ойымызды жеткізуге тырысамыз.